Болашақта зәңгәр көккә қарап, бармы сенің ойға батқаның? Түрлі сүретлерге кіре-кіре зәңгәр көктен бұлыт аққанын, бармы сенің қарап ятқаның? Ни үшіндір шунда ғашик идім бұлыт бабайға. Аппақ сақалына ябышам да, ките идім әллә қайларға. Мініп жете идім айларға. Йüри идім йылдызларны ұшлап, кәнфит орынына өләшіп. Түбән ұшның усал малайлары қарый иді миңа күнләшіп. Тик бойлары гына жетмейді, тартып төшерергә бұлыттан. Ул бұлытта йөргән шақларымны үлгән шағында да онытмам. Ул бұлытлар хәзер юктыр инде. Язын тамчы булып тамгандыр. Кышын қарлар булып бетерелсә, җәен яңгыр булып яугандыр. Ул бұлытлар хәзер юктыр инде. Юктыр нәкъ мин карап ятканы. Балачакның хыяллары төсле зәңгәр күктән бұлыт акканын, бармы синең карап ятканың? Ә минем бар. Ярай, өзебезнең авылны кыл. Почти. Бик тодан кил. Рәхәт шундый хыялый бала булып үскәнмен мин. Безнең авыл турындагы җырны беләсез бит. Бүләр болыннары, Сәйит урманнары сагынуга дәва юк икән. Атлар чаба урман буенда дип җырлый бит Рөстәм абый Закиров. Менә шушы бүләр болыннарында уйнап, Сәйит урманнарында адашып йөргән бала бит инде мин. Менә хәзер каршыгызда кем басып тору өчен аңлатасым килә. Мин ширкине шул хаттык файдалы бүҗәк дип уйлыйдым. Шуңа урманда ешрак йөрергә тырыша идем. Ширки, минем уйлавымча, ширки килеп кешене тышлый дейме? Канын алада илтеп бирә күкегә дип уйлыйдым. Соңнан кеше сорый бит, күпме яшәргә калды әле? Күкедән сорыйлар бит. Менә күке полный анализ ясап, дөрес итеп җавап бирә дип уйлый идем мин. Дөрестән дә безнең кичкенә вакытта Wi-Fi юк, планшет юк, Instagram, WhatsApp юк. Өйдән эшләп утырасың инде. Чыгып урамда йөридер, рәхәтләндереп. Ай. Менә нәрсә дип әйтим? Юк, телефон бар иде инде өйдә. Хәзер дә бар ул телефон, үй телефоннары, әйме? Бармы, кулланасызмы? Ничек кулланганыгызны әйтимме? Өйдә сотовый телефон югалгач, шуннан шалтыратып эзләп табасыз да инде, все. Шулаймы? Шулай. Мин балачагымның балачакта мин ниндирәк булганлыгымны аңлатып, бер 5-6 елрак бала образында монолог сөйләп йөридем. Күргәнегез бармы аны? Теге тешсез кыз бармы? Мин аны беренче концертларында сөйләп карадым. Икенче концерт көнне үк Мамадыш районында бер апа килеп әйтте дә, "Балакаем 40 ягына чыккач айтып йөрү бердә килешмәй инде" дип. 40 тола бит 9 елдан. Дөрестән дә калдырдык. Бала ягына сөйләп, кичкенә вакытта, минем кичкенә вакыт сезнеке белән охшашлык бармы икән? 6 пычмаклы буралы йортта туып үскән балаларның берсе мин. Шулай дип әйтәләрме сезгә 6 пычмаклы дип? Әйдәгез экскурсия ясыйбыз. Ясыйбыз дип инде анда кичкенә якта зур як бетте. Кичкенә якта кичкенә миш, зур якта зур миш. Кичкенә якның алай дип әйтмиләрме әле сез аңламаган шикелле? Кичкенә миш, пишме? Шулай инде миш. Миш арасында юына торган җир. Плитә, ашый торган урында сыер бозаулагыч бозау кертә торган җир. Ул якта зур миш һәм миш арасы монда инде апаларның бүлмәсе. Мин тепчик бала дидем бит, 2 апа белән үстем мин. 2 апа белән мин апалардан калганны киеп үстем. Кызыл колготкалы мала йөрсә урамда алмас иде инде. Нормально мин күнекән. Аларга аерым бүлмә кирәк икән, янәсе алар кызлар бит. Менә шушы миш арасында сиртмәле карават тора, чаршау белән капланган. Аларга бүлмә кирәк икән. Мин малай кеше, мин шалтырап йөрсәң дә ярый шунда. Әтиләрнең караваты чаршау белән әйләндереп алынган, әбинең караваты чаршау белән әйләндереп алынган. Дөресен әйтәм, 7 яшькә хәтта әби белән йокладым. Нәрсәсен яшерәсең аның? Аннан 7 яшь тулган тирәдәрәк әби бөтен өйгә ишетерлек итеп кычкырып әйтте: "Балакаем, армиягә да мине алып барасың инде, автоматыңны күтәреп җөрмен, җәме" дигәч. Диван алдылар. Башка чыктым. Ну, әбинең караватыннан ерак китеп булмады барыбер. Мин анда йокларга байда курка идем.
Не үшін дегенде, міне бура бар бит инде, бура еме, үйнің бурасы. Міне шошы бураның ярығы бола бит инде еме. Міне әбейнің караваты яндағы шошы ярық толы тіш бола иде. Тіш! Кіші тіші! Аны неганда тықтылар екен. Мен бит қызықсын үшен бала, менға бүтін ебірін тұтып қауып қара керек. Бір кімдей де болмағанда шуннан тішіні шықып шығарып, шул тішіні қабып қарап, тіш білен тіш сындырған бола бит мен. Көз алына кетіресіз, шуның концертына келдіңіз ме? Рахмет. Иге экскурсия. Оң яққа келіп көрі сол яқта зур сервант тұра. Yok. Сервант тұра, сервант бит ул. Аның іші толы мотор шешеклі шашқылар. Ул шешеклі шашқылар білән ғымырда да, бір қойшанда, бір кімнің де шәй ішкені болмады. Bir motor күнні күткеннер ақырсы енді менің ойлаған бойынша бізге президент келерге тиеш еді анашу үшін. Чөнки атна сайын апалар үйіне жиыштырып шыққаннан соң шошы шашкаларын сөйлеп шығаралар да тозанларын сүртіп кері тығып қоялар. Атна сайын. Метем келмеді президент, аның білен шей ішкен кіші. Қазір сервантта жоқ. Көп кішіде жоқ. Сирек кіне бар. Ол мотор шешексіз шашкалар бар-барда бітін кішіде де бар. Ол қазір қойда мотор коробкада, мотор етіп тірілген. Аның білен бір кім шей ішмей, шында шкаф башында, шкаф астында мотор күнні күтіп яталар алар. Ярар, ананы тек, мындары тұра сары радио, анан хаманда Ерік Абай Бахманның тауышы ештілген шекелі, Татарстан радиосы тауышы ештілген кебек. Аны әбей тыңлай, біз тыңламайды дегені бары бірді. Ортада тұра трильяж. Ол трильяжның мұнаға функциональны әбір болғандығын білесіздір енді бүтінігізді емет. Аның мұны әбей ақпышмағында метқын чакра бортен әкілікісі чәпәліп тұра. Бұй ақпышмағында нендері сары шешілі апаның фотографиясы. Оны бір кімде білмей кем екенін, ол туғанда түгілін, үйінің ең түрінде оның фотографиясы ілініп тұра бейт балақайым. Трильяж қаршысында тұрайды ақлы қаралы Рассвет деген телевизор. Заманында бүтін ғайләні өзіне қаратып тұта алған ақлы қаралы телевизор қатырден шығып бара бейт. Аны қабызуғына да бейт, өзі бір отдельный история ұрышала бейткенде. Еденде стабилизатор тұра, қызыл кнопкасына шалт етіп аяқ білен бастым, бірррррр тетіп өшлей башылай. Анасын ұзақ етіп телевизоры қобынадыр. Ой-ой, ұзақ. Қазіргіна бітіп бастымда шалт жанды да еме. Қырда приставкасы тұра каналарымна бәтіп ертіп, 3 канал көрсетейі бізде. 3 канал. РТР, Останкино, БСТ, Башқұрт каналы біздің границада бейт. Көршілерде 2 гіне канал көрсеткенге көре, алар бізден күннешіп. Рекорд деген строенный приставкалы телевизор қойтартылар. Каналларыма шатыр-шатыр деп кіне бір атырған. Біләй дегенде. Ішкен баштан әтилері қойтып каналарын бір атырғаштың сындырып шығарадыр еді. Пласкагупсы тығып біралар ие. Тоже шулай еткен тегінде кімдер. Мен ғайләде пульт едім. Пульт. Баш артына соғып жібері, әртегісін қабыз әлі. Мәнсін қабыз әлі, тегісіне көшірі, әртеға көшірі әлі. Олай ғана түгіл телевизорға егіре тұрған тауған бір сәбәп. Телевизордың ненормальный етіп сырлары сізде де шығайым ол. Шул шыға башлағаш телевизорға егіре барасың да. Дыңғырдатасың бір нейме? Қатырақ сұқсан бізні кісбетной да көрсетейді әлі. Алайықты көрейін. Кешетіп. Анан телевизорлар өзгерді, чайкалар барлыққа келді кнопкалы, цветной әзгіне. Анарысың Samsung деген телевизор, пультлы. Үйде ол пульттан да қадірлей бір юқ шекелі. Сізде де шылай болғандыр. Оның пакетіне үйлендіріп алынған изоленті білен байтып бұрып қоясың. Міне байтып күні тұтып ертәлер. Пакетті таушала башлау білен екінші пакетті қадірлей бір. Кешету білен бізге әбейлер жиылышып кіріп отырып, Мінжи апалар, Дани апа, Ғайшабек әбей, менің әбейіміз Сәлим апа, Фатығыл әбей. Бразильский кинолар қарылар. Жылап шүшіні біте тұрғанлар, ауыр язмышы шүші Гваделупының дейіп. Міне көз алына кетірігіз. Жер шарының екінші аяқ пышмағында миллионлар алып яши тұрған актрисаны жәлләп, жылап отыралар. Татарстанның Мөслим районы Татбүлер ауылының Ыштан түбі урамындағы әбейлер. Өзлері нық рәхәт яшайын кішісіман. Ыштан түбі деп атала біздің урам. Дірістен де, үстен қарағанда шалбарға шаған, түбінде өскен бала мен. Әбейлерінің елағаны тыңлап отырып болмай бітен, біз клубқа шығып кетедік. Мен шуның білен бәхетлі, ол вақытта дыңғыр-дыңғыр дискотекалар башламаған еді әлі, юқ идалар. Хәм біз яшьләргә еріп шығып балашағалар, қайыш соғышлы ойнай тұрған едік, яшьләр білен күрікке басып, 3-7-5 биюләрін бейі тұрған едік. Клуб бекләнгәштен қайын пас аткысы артында
uşak yağıp oturasın, berengi tındırasın. O berengi tizgine pişip çığa. Anın temlilikleri. Birindi mayonezda, ketchup da kerek tugul, tuz kiriş temliydi başa gidik. Böyle uşak kömürgegine kalgaçtın, uşakның kömürün jirge sibip jiberesin. Nişiktir yıldızlar sivilgen şekilli bulaydı. Osta da yıldızlar, üstte de yıldızlar. Jir bilen kök tutaşkan şekilli bulaydı şol mezgilde. Hem biz şuna karab hıyallanıp, şuna karab eserlenip üsken Wi-Fi'siz bala şağın bulu bilen bəxitli min deyip kine eytesim kilgen idi. Rahmet. Evet, bizning zamanında danlıklı Urajay kolxozi bulgan. Atlары bilen danlıklı bulgan. Qımız fabrikası bulgan. 2 kilometrli ippadrom. Avulның yolu bulmasa bulmagan, asfaltированный тротуары bulgan. Yani şoңа kızıgып кияуга чыгып калган bizning авылда. Шундай көп атлар булган бездә. Бит бүгенге секендә кызганыч бөтенесе дә шул хәтлек җимерек дәрәҗәдә. Колхоз җирләре, конюшнялар дигәнәкләргә батып беткән. Шушы урында Әнгамат Набаевның Шаптарым дигән шигырь юлларын сезгә укып ишеттерәсем килә. Шаптар атлар турында гына микән бу шигырь? Тыңлап карагыз әле. Авылымнан авыр хәбәр алдым. Dünya куйган таныш Шаптарым. Эх, Шаптарым минем, Шаптарым, хәтеремдә хәтәр чакларың. Тәүге тапкыр атланырга икәш атландырмый егып кашканың, һәм шапканың яшел болын буйлап эзләр сузылган. Балачакның бөтен сукмаклары синең белән бергә узылган. Ат саклаган кыңгыраулы төннең бәрәңгеләр күнгән учагы, әкиятләрдә безне көтә иде. Патша кызларының кычагы. Ул кычаклар шундый кайнар иде. Хайран иде безнең хыяллар. Балачакның кара кайгысы да төрле төсләр белән буялган. Эх, Шаптарым минем, Шаптарым, хәтеремдә быек чакларым. Тәүге тапкыр җигелдерми калгач күзләреңнән яшьләр акканын гаҗәпләнеп озак карап тордым. Йылый икән диеп атлар да. Бездән качып шулай йылыйлардыр. Пенсиягә чыккан картлар да. Тик кайтарып булмый язмышларның Шаптарлардай җитез чапканын. Хуш бул инде, хуш бул, Шаптарым. Шаптарымдай бала чакларым. Кайтсам әгәр авылыма, чыксам әгәр болыннарга, әрем исе әрем итәме, ирек йөргән урыннарда. Тынгы бирми әремнәрнең, әле исе әле тәме, мине генә әле тәме, әрем исе Тынгы бирми әремнәрнең, әле исе әле тәме, мине генә әле тәме, әрем исе әле тәме. Шул әремнәр исе тулган сагыш микән яраларда, яннарымда берәүдә юк сагышлардан араларга. Тынгы бирми әремнәрнең, әле исе әле тәме, мине генә әле тәме.